қазір қоғам иллюзияда ғой. Бір тез баю деген нәрседе жүр да. Ешкім ешқашан оңайлықпен тез байымайды. Тез байитын адам өз миллионнан біреу болады. Сен сол миллионнан біреу емессің ғой. Мен миллиардер болам, миллионер болам деп айтқызып коучтардың семинарына қатысып, сол ақырында сол пирамидадан өздері сотталып кеткен адамдар көп. Одан кейін былтырғы статистика бойынша Қазақстан төңірегінде 22 миллиард теңге сондай алаяқтыққа алданып қалған адамдар. Сол коучтарға тағы басқа жаңағыдай өмір сүруді үйретеді. Өмір сүруді үйретеміз деп әбден жаңа сабақтарын сен осындай болдың, енді дәрежең көтеріледі, енді 10 мың теңгелік сабаққа қатысасың, артыңнан 5 адам жинасаң 50 мыңдыққа достоин болдың, енді Құдай қаласа бриллиант боласың деген сияқты алдап аяқ жағында сол өздерінің развраттарына қосып, отбасына сыза түсіп, күйеуінен ажырасып, болмаса әйелінен, отбасынан ажырап, айдалада далада қалып қойып жатқандар қазір көп. Міне, коучтардың көбінің зияны осындай болып кетті. Тексеріп келсең, өзі бір бәдәуи дейміз ғой, өзің дуанасың, кімге пір боласың дейді ғой қазақта. Сол сияқты өзі дуана адамдар. Ар жағын тексермейді, отбасы жоқ, арсыз, тексіз сондай тірліктер істейді. Неше түрлі музыканы қойып, біреудің қатынымен үйкеліп, билеп, осындай нәрселерге дейін кететін коучтар қоғамға қажет емес.